осы заманда кейбір бауырларымыз расында да қиыншылық көріп жатыр, ауыртпашылық көріп жатыр. Бірақ ол жалғыз өмір сүріп жатқан жоқ қой бұл елде. Жалғыз бір өзі ол қиыншылықты көріп жатқан жоқ. Күніге өз басым мен адамдардың неше түрлі тағдырымен танысам. Күніге бірнеше тағдырлар келеді. Бүкіл барлығынан айырылып қалған адамдар келеді маған. Bir күнде, бір сәтте жолда келе жатып, балам көлікті мініп кетті. Ішінде келінім бар, күйеуім бар еді, немерелерім бар еді. Жол апатына ұшырады да біреуі де қайтып келген жоқ. Мен үйде бір өзіммін деп келген адамдар болды алдыма. Бір өзіммін деп. Үйде мал дүние бар, базар ошарымыз бар, дүкендеріміз бар. Бұл дүниенің бәрін мен қайтемін деп қарсы ұрып келген 50-дің үстіндегі апаларымызды көрдім мен. Бүкіл бәрінен айырылған. Соған не дерімді білмеген кездерім болды. Не деймін мен мына кісіге, не деймін? Соң барып есімді жинап, кешіріңіз, егер мен қарапайым адам ретінде сұрасаңыз ақыл, мен сізге ақыл айта алмаймын дедім. Ал егер молда ретінде сұрасаңыз, мен сізге тек сабырлық айтамын. Сабыр етсеңіз, Алла бәрін қайтар, Алла бәрін береді. Бұның артында бір хикметі бар Алланың. Мен басқа сізге еш нәрсе дей алмаймын деді. Алланың үкіміне ешкім қол созып қарсы сөз айта алмайды деді. Рас қой, неше түрлі тағдырлар келеді. Бірақ сол тағдырларды басынан түскеннен кейін басыңды төмен салбырап отыра беремес, әлбетте әрекет қылу керек, әлбетте қимылдау керек. Басыңызға түскен нәрсені көтере білу деген сол нәрсе. Ары қарай өмір сүру керек. Алла тағала сізбенен бізге Құран-ы Каримді бақытсыз болу үшін түсірмеді дегеннің мағынасы, бауырлар. Кейбір адамдар ойлайды, мен намаз оқыдым, ораза тұттым, Құдай дедім, Алла маған аспаннан бәрін бере салу керек дейді. Бақытты болып кетуім керек. Ал егер бақытсызбын ба, ондай болса мына Құран да өтірік, намаз да өтірік, ораза да өтірік, бәрі өтірік. Кейде сөйтіп айтады, Құдайың кәні дейді. Осы елдің бәрін дүрліктіріп үйтіп қойыпты да бүйтіп қойыпты дейді. Мысал айтайық, бір көрші елге бардық, соғыс болып жатыр. Соғыстың оты әлі өшкен жоқ. Бүкіл елі талқандалған, түгі қамаған. Соның алдына барып Құран оқып тұрсаң, алдыңа келіп айтатындар бар. Құдайың кәні дейді. Кәні Құдай, мына жерді көрдің ба дейді сен? Кішкентай сәби өліп жатыр. Не бір бейшаралар өліп жатыр. Не бір залымдар қолына қару алып көшеде жүгіріп жүр. Әркімнің басын алып, кәні Құдайың дейді. Бауырлар, бүйтіп үкім шығару өте қате болады. Себебі мына дүниенің құны туралы Алла тағала сөз айтқан сөздері бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, егер осы дүниенің құны Алланың құзырында шыбынның қанатындай болса еді дейді. Шыбынның қанаты қанша құнды? Алла тағала өзіне сенбеген адамға бір құлтым суда ішкізбейтін еді дейді. Бір құлтым суда ішкізбейтін еді. Бірақ Алла тағала Құдайға сенбеймін деген адамның үстіне дүниені төгіп беріп жатыр. Ал Құдайға сенем деген адам жерде қайыр сұрап отыр. Өмірдің мысалы ғой бұл. Ал онда әділеттік қайда дерсіз? Бауырлар, біз баяғыдан айтып келеміз ғой, бұл пәни дүние, бұл сынақ дүние, бұл өткінші дүние дейміз. Егер Алла дегеннің бәрі бай бола берсе, Алла демегеннің бәрі кедей бола берсе, бұның несі сынақ болады? Жұрттың бәрі айтады ғой, бай болғың келе ме? Намаз оқы, болды. Онда сен намаз оқысаң, Алла дегенді танисың, сенің жүрегіңнің, иманыңның сынағы, сен Құдайды танисың ба, жоқ па? Шынымен қысылып тұрсаң да, бай уақытыңда да, кедей уақытыңда да сен садақа бере аласың ба? Қиналып тұрсаң да сен бейшара өзіңнен төмен болып тұрған адамға сен жәрдем бере аласың ба? Өзің қиналып тұрсаң да, өзің бейшара болып тұрсаң да, басқа адамға иығына сүйеу бола аласың ба? Басқа адамдарға жәрдемші боласың ба? Алла деп өмір сүре аласың ба деген сынақтың бәрі қайда кетеді? Егер жұрттың бәрі намаз оқыса, жай намаздың астынан $500, $1000 тауып ала берсе, әр сәждесіне. Рас қой, оның не сынақ болады? Оның өмірдің не сынағы болады? Айтыңызшы. Бұл өмір сынақ деп айтылады. Өмірде адамның басына түрлі нәрсе келеді. Қай нәрсесіне қарай? Иманына қарай дедік. Сонда біреулер айтады, онда менің иманым төмен болған жақсы, онда намаз оқымай қойын, сынағым аз болады дейді. Онда сөйтіп жүре беріңіз онда. Иманы мықты адамның сынағы мықты болады дегені, егер сіздің басыңызға ауыртпашылық түссе, сондай ауырлықтар басқадан көрі сізге қатты ауырлық болса, онда сіздің иманыңыз, Құдайға деген сеніміңіз көбірек. Құдай сізді қалап тұр, мені көбірек айтса екен, Алла деп айтса екен, маған көбірек сүйенсе екен, мені көбірек ойласа екен дейді. Себебі иманы мықты адам қарапайым сынақтарды көрмейді. Иманы мықты адам қарапайым сынақтарды байқамайды да. Оларды қадімгі өмір сияқты өтіп кетеді. Оның басына үлкен ауыр бір апаттар түспесе, ол оны байқамайды. Сол үшін иман мықты болған сайын сынағына мықты болатын содан. Қарапайым, бәріне күйгелек, жылауық, былай сөйлесең де жылайтын, былай сөйлесең де жылайтын біреу болса, оған Алла тағала несіне сынайды, ол өмір сүріп жүріп жылай береді. Ол онсыз да жылай береді да, оған ол сылтау керек жоқ оған. Ол былай тыныш тұрып жылай береді. Оның несіне сынайды, ол белгілі нәрсе ғой ол. Сондықтан бауырлар, Құран, мынау Алланың діні сізбенен бізге сынақ